Армысыздар, құрметті дебаттер қауым, және де мен сүйікті қарсыласым Аяулым ханым. Бүгін бізде бұл кандидат армандау зиян деп есептейді. Мен күн ретінде армандау дегенді қалай ашамын. Жалпы армандау ол белгілі бір адамның арманы десек болады. Мысалы, кез келген адамның арманы әртүрлі болады. Мысалы, біреуі, например, ата-анасын шетелге апарғысы келетін шығар. Мен, например, өзім ата-анама жақсы, удобный, комфорт жасағым келеді. Какие-то жұмыс алып бергім келеді деген секілді. Мысалы, Аяулым ханым, может, каким-то образом тоже сондай өз мақсат, армандары бар шығар. Көлік алғым келеді, немесе жаңа телефон деген секілді нәрселер. И мынандай нәрсені қарасақ, міне әр адамның арманы әртүрлі, әр ой әртүрлі деген секілді. Яғни осы тұста неге армандау зиян? Біріншіден мынандай нәрсені түсінсақ, бірінші мен армандым, ол бізде жалқаулық деген нәрсе болады. Адам, например, қараңыз, сіз мысалы күнделікті жұмысыңызды істейсіз, и түнде жатарда сіз тұрасыз да ойға береді ғой, кез келген адам ұйықтардың алдында тұрады да. Мен неге осы, неге бұл система бәрі осылай, неге мен бүйтем, неге мен сөйтсем, маған бұлай істеген дұрыс па, бұрыс па деген секілді неше түрлі ойлардың арасында адамда арманы болады. Бүйтсем екен деп жатып алып ше, например, ұйықтар алдында өзінің тілектерді тілеп, солай жатқан кезде, и адамда мынандай болады, ол арманның өзін солай еске алып тілейді, кейіннен таңертең оны істейді, қайтадан сол система жалғаса беретіндігінде. Яғни осы жерде бізде жалқаулық нәрседен бір нәтижені пайда болмайтын. Яғни жалқау адам ол армандап жата береді. Мен машина алғым келеді, мен бүйткім келеді. Яғни қарап тұрсаңыздар, жалқау адам ол тек сол нәрселерді өзінің арманында ғана орындап жатыр, өзінің қиялында ғана. Сәйкесінше жалқаулықтың кесірінен нәтиже шықпайды мұнда. Яғни адам бір қалыпта, бір деңгейде қалып қоя берсе, ода бір белгілі нәтиже шықпайды. Армандау керек, армандадың ба, алдыға мақсат қоя білу керек, сол мақсатыңды сен бірте-бірте нәтижеге апару керек. Бірақ көбінесе қазір қандай, особенно осы біздің Z поколениясы өте жалқау поколениялардың бірі. Көбінесе тіпті қазіргі алып жатсақ, Қазақстан өзінде, қазақ қоғамдарында еркектердің өздері де жалқаулық көрмейді. Бәріне тура шашпаймын, бірақ көбінесе белгілі ғой, мысалы да, неше түрлі информация тарап жатады, что еркек үйде бала бағып отса, уже әйел жұмыс істейтін сияқты да. Әйел ол уже мақсат қоя біледі, бәрін істей алады деген секілді. Әйел адамы жан жақтан ойлау деген секілді. Еркектер болады, например, тек армандап қана жата берсе, онда түк шықпайды деген секілді. Еркектің жұмысы түзде дейді ғой. Сол секілді тек алдына армандайсың, мақсат қоясың, нәтижеге жеткізу керек. Бірақ қазір көбінесе армандап жата бергеннің әсерінен бізде көбінесе осы нәтижесіз нәрселер көп қалады. Тіпті біз былай қарасақ, бізге де жай халықтың өзіне де үстіндегі адамдар неше түрлі нәрсені бізге айта береді. Например, вот біз бүйтеміз, біз жолды жөндейміз, бүйтіп береміз, сөйтіп береміз. Бірақ қарап тұрсақ, 30 жылдық тәуелсіздігіміздің алдында түк те болған жоқ, түк өзгерген жоқ. Сол секілді біздің қара халықтың құлағына тек армандарды құя береді, бірақ бізде нәтиже болмайды. Сондықтан осылай Қазақстан дамыған дегенде дамушы шығар, бірақ мен үшін әлі дамыған. Рахмет. Яғни мен айтқым келеді, что адамның қиялындағы нәрсені ол орындай білсе ғана, ол уже оның арманы емес, ол оның өз нәтижесі болып, жеке өзіндік меншіктігі болып қалатындығында. Ал армандаудың бір зиян себебі ол жалқаулыққа әкеліп соғады, и жалқаулықтан нәтиже болмайды. Рахмет. Жалпы өзіңіз қалай? Шүкір Алла. Өзіңіз армандайсыз ба? Жаңа өзіңіз айтып армандайсыз ба? Армандайсыз ба? Менде арман емес, жоспар болады. Жоспар ол бөлек, когда сен бүйтесің, например, таңертең тұрамын, бүйтем, сөйтем. Ол сенде нақты істелетін нәрсе. Ал армандау, например, болады былай. Ертең демалыс болса екен. Хотя завтра уже четверг, да, как бы, бүгін среда, ертең четверг, а бірақ сен айтасың, ертең кішкене болса екен, ана десең. Бірақ менде ертең четверг, уже менде жоспар бойынша бірінші. Ертең тұрамын, сабаққа барамын, сабақтан кейін өзім дайындық курстарына барамын, сосын кетіп қайтадан сол сабақ ондаймын десе, ол уже жоспар, да. Менде арман емес, жоспарлау жүзеге асады. Сонда сіз үшін суббота болса екен арман бар? Жоқ, енді, типа арман бөлек, жоспарлау бөлек. Сіз түсіндіріп жатырмын да екенін. Сіз НТХ деген грантқа түсемін деген арман барыңыз? Менде арман емес, ол мақсат болып келеді уже.
мен армандап жүресің да, мен 128 аламын, мен бүйтемін, бірақ менде түк дайындық жоқ. Түк дайындық жоқ да. Ал уже если нағараңыз мен оны армандаймын, сосын барып мақсаттауға көшсем, ол уже менде нәтиже болады. Ол уже арман емес, менің нәтижем жеке меншігім. Сонда ентіға деген қадам жасап жүрсіз бе? Иә. Сен бірге барып жүрмін. Армысыз құрметті төлеуші дебаттер қауым, мен Әсет Айылым. Біздің бұл кандидат армандау зиян деп есептемейді. Бізге қарсы тарап не айтады? Қарсы тарап армандау зиян, армандау ойбай, сен жалқау, сен жалқаусың, ойбай, тіпті отырасың, жатасың, ішінде армандап қана дейді. Бірақ мынандай ата бабалар айтып кеткенше, арманмен жатып, мақсатпен тұр дейді. То есть айтқым келіп тұрғаны, армансыз мақсат болмайды. Маған жаңа сұрақ қойдым, сіз өзіңіз армандайсыз ба деген типа. Маған айтады, мен армандамаймын, мен мақсат қоямын. Жарайды, сіздікі дұрыс шығар, бірақ енді арман деген болу керек. Арман, мақсат армансыз болмайды. Өйткені сіз арман арқылы өзіңіздің границаңызды аша аласыз. Армандау ол жаман емес, оны керісінше жақсы деуге болады. Өйткені сіз өзіңіз мировоззрениеңізді аша аласыз, ойлай аласыз. Сен айта аласың, мен границаға барғым келеді деген сияқты, шетелге барғым келеді. Армандау ол жақсы, сен оған қарай қадам жасай аласың. Және жалқау туралы маған айтады, Z поколение жалқау, ойбай, еркектер үйде бала бағады, туда-сюда жалқау тұрады. Бірақ бес саусақ бірдей емес, құрметті төлеуші. Әркімнің восприятиясы әртүрлі, адам армандап, оған қарай өзі қадам жасай алады. Мысалға, жаңа ғана айтып кетті, каждый әр оқушы өзі 140, то есть НТ-дан грантқа түскісі келеді. Ол ең басында арман болып саналады. Мен де өзім ойлайтын, грантқа түсе алмайтын шығар, ол мен арман болып келеді. Бірақ қазір менің өзім қадам жасап келе жатырмын. Сол кемел орталығына бару арқылы мен НТ-ға дайындалып, грантқа қарай деген қадам жасап жатырмын. То есть бізде жалқау тұрғанда, бірақ ол жалқаулықта емес, мәселе уақытта. Бізде А точка мен Б точка, то есть А точка это арман, Б точка бізде мақсат және оның нәтижесі болу керек. Ал промежуток ол әртүрлі болады әркімде, әркімнің өз уақыты келеді деген сияқты. Жаңа НТ-ға дайындалған мен 1 жыл өтуі мүмкін, мен грант алып, немесе 2 жыл өтеді, сол арқылы грант алып деген сияқты. Промежуток әртүрлі, 2 точка әрдайым болады деген сияқты. Және бізге айтады, Z поколение ең жалқау, ойбай, олар дұрыс істемей жатыр деген сияқты. Бірақ негізінде мен бұған қарсы шығамын, себебі сен өзің Z поколениеге, өзің поколениеге топырақ шашып тұрсын деген сияқты сұрақ қойғым келеді, жаңағыдай недоумение. И Z поколение мен жалқау деп санамаймын, себебі поколение бізде толерантты және де әртүрлі салаларды дамып келе жатыр деген сияқты. Мысалға, бұрынғы кездерде бізге алыс көрінген сияқты IT қазір бізге уже жақын деген сияқты. Бұрын біз IT туралы тіпті ойламайтынбыз, Қазақстанда ол дамымаған болатын, андай ескі қағаздармен, рефераттармен жүреміз, компьютер болмайтын, менде нотариуштар сияқты. Қазір IT-де барлығы бар деген сияқты. Кодтар жазамыз, информатика сабақтары да бар бізге, көмектесетін деген сияқты. Және профессияланған, то есть универларда бар, мамандырылған, қысқаша айтқанда. Және бізге айтады, қазір еркектер жалқау, үйде бала бағады, әйелдері жұмыс жасайды деген сияқты. Бірақ альфонс болу, то есть альфонс деген өзінің әйелінің ақшасына тұру, жұмыс істемеу деген сияқты. Альфонс болу және әр отбасыда құндылықтың болуы это әртүрлі зат деген сияқты. Мысалға, әйелге қазір 21 ғасыр ойлайды, Z поколение көбісі ойлайды, карьера бірінші орында деген сияқты. Көбісі сөйтіп ойлайды, жарайды семьяны мен моментті аша алсам, карьера бірінші орында дегендей. И әйел әрине карьера жасап, өзіне сондай екеуі бір-біріне келетін, бірақ еркек өзі бала баққысы келетін шығар, бала жақсы көретін сияқты. Әртүрлі құндылық болады ғой әр неде. Оны мен салт-дәстүрмен де санастыра аламын, әртүрлі салт-дәстүр деген сияқты. Және де Z поколение тұратын бетші, жалқаулық деген. Қазірде көбісінде үй құндылықтары кішкене бұзылғанымен, карьера бірінші орында дегені, ол жалқаулық деген сондай не ма сіз үшін? Мен үшін ол жалқаулық емес, карьера үшін жұмыс жасау ол жалқаулық емес қой, құрметті төлеуші деген сияқты. Және бізге не айтады? Бізге жол жөндейміз деген сияқты, қоғамымызға неше түрлі қалай еді? Арман құйып қояды, қиял құйып қояды. Бірақ мен ойымша бұл не тақырыпқа келмейтін зат, ол коррупция туралы, ол басқа әңгіме деген сияқты.
жалпы не айтқым келеді, қорытындылай айтқанда, армансыз мақсат жоқ. Сен армандау арқылы өзіңнің границаларыңды аша аласың. Мировоззрение деген сияқты зат бар. Мировоззрение деген мысалға айтады ғой, осы армандама деген сияқты. Ол сен өзін шектеп тастайтын сияқты, границаға шектейсің. Армандау арқылы сен өзіңді бұрында жетпеген үлкен биіктерге жете аласың деген сияқты мақсат қоясың. То есть армансыз мақсат жоқ. Назарыңызға рахмет. Мен сөзім аяқталды. Жақсы, тағы да әрмен қарай жалғастыратын болсақ, аял ханым маған айтады, типа, сенің армансыз мақсатың болмайды деген сияқты, мынандай нәрсені түсінбейді. А точкасы это мақсат, ойбай, А точкасы это арман, Б точкасы это мақсат, арманмен жатып мақсат. Мен түсінбеймін, бұл кісі не істеп жүр, екі точканың арасында туда-сюда, екі ұлға барып қайда-қайда. Ладно, шутка. Арманмен жатып мақсатпен тұр дейді. Мен андай нәрсені айтып кеттім ғой, что жоспар деген бөлек нәрсе болатындығында, яғни жоспарлайсың, армандау жоспарлау ол екі бөлек не. Жоспар ол сен нақты болатын нәрсені, армандауды сен нәтижесіне апарасың ба деген нәрсеге әкеліп беретіндігінде. Я әрине мен көпке топырақ шашпаймын, бірақ мынандай нәрседе просто ол по-любому сен армандалай беріп, уже жалқаулыққа тіреп әкелетіндігінде, және де маған мынандай нәрсе айтады, Z поколениясы бар, сен өзің Z поколение болып тұрып, қалай сен өзің жалғап тұрсың, сен де жалғасын. Я қазіргі бізде жалқау неге? Аял ханым мынандай нәрсе айтады маған, қазіргі Z поколениясы бізде бәрі дамыған, бізде IT бар, анау бар, бізде бүкіл интернет дамыған заман, біз кез келген нәрсені интернетте таба аламыз, анау деген секілді нәрсені маған айтады. Бірақ құрметті Z поколение бізде 1999 жылдан басталса, 2000 жылдықтардан. Енді қараңыз, бізге интернетті baby boom поколениясында ашып берген. Ол сонау 1601 жылдарда. Енді қараңыз, бізде уже интернет сондай кезеңнен дамығанда, ал типа бізде уже интернет сонай бері уже бізде ученыйлармен бүйтіп кезек сатысымен келе жатыр да. А қазіргі поколение 2000 жылдан бастап не болды? Илон Масктың өзі вообще Z поколениеге жатпайды, ол Y поколениясы деген сияқты. Қазіргі бүкіл нәрсені дамытты, Тесланы шығарды, бүйтті, сөйтті, машинаның бәрін жаңартты. Илон Масктың өзі үлкен поколение да бізде бір саты. И қазіргі Z поколениясында өмірінде бәрі дайын құрметтер үшін. Бәрі дайын. Илон Маск сен үшін NASA ашып, ана бір нәрсені зерттеп жатыр. Сенің кезінде baby boom поколениясы жасап кеткен интернеттің қазір сенде өзіңде қолда тұр. Кез келген уақытта не істесең де. Вот именно осыны Z поколениясы жасап отырған жоқ. Оны бізге дейін ученыйлар сатысымен жасап кетті. Бұл кісі андай айтады да, Z поколениясы білесіздер ма? Палеолитный әлемді зерттеген деп андай қылып айтады ше. Бүкіл әлемді зерттеген Z поколениясы. Кеше ғана бір 23-те олар қазір 23-те не істейді олар? Құдай-ау әлі оқуын жүрген балалар олар не бітіреді деген сұрақ туындайды да. Оқуын жарайды 21-де бітіреді, әлі жұмысқа да тұрған жоқ. Сөйтіп олар не істейді деген нәрсе да. И келесі мынандай нәрсе айтады, келесі айтады, что бес саусақ бірдей емес, әркімнің несі әртүрлі деген сияқты. Отбасында әркім құндылықтар әртүрлі деген сияқты. Енді қараңыз, адам мынандай да, бізде қазір интернет деген дамыған нәрсе да, и бізде любой информация интернетке шығып кетеді. Тем более астарда ақиқат көреміз деген бағдарламада біз күнделікті көріп жатыр, что еркектер көбінесе жалқау. Кеше ғана тема болды, что әйелі түзде жұмыс істеп жүреді шақтыда, еркек үйде отырады деген сияқты. Енді қараңыз, осыны просмотры қаралымдар көп бізде нелер көрсетіп жатса, телевидениялар, то бізде уже ол көп распространение болады да, көбіне тарап кетеді ол. Енді қараңыз, осындай жағдайда уже еркектердің орнына андай келеді, көбісінің уже ол, как там, тамыры тереңге жайылады да, бәріне жете бастайды ол информация, и сосын бәрі бүйтіп ойлайды, что все, значит, это абсолютно нормально, что сенің әйелің работает, а сен үйде отырасың десең. Осылай информация жан-жаққа тарайды да, и ол бізде өте бір норма болып қалыптасып қалатындығында. Сондықтан уже еркектер сөйтіп үйлерінде армандап жата береді, бүйтеді, сөйтеді деген нәрселерді. Армысыз құрметті тілшілер, жалпы анализға кететін болсам, мен ойын алаңына бірінші Линкольн ханым ойын алаңына шығады, арманның не екенін түсіндіреді, арман деген қиял дейді, сосын мен армандамаймын дейді, мен жоспарлаймын дейді. Менің тарапым не дейді, армансыз мақсат жоспар жүрмейді дейді. Және, то есть, яғни, менің қарсы тарапым армансыз мақсат жүрмейді дейді. Кеткен нәрселер жүзеге асады дейсің де айтасың. Мен не айттым сіздерге? Мен айттым, что армандау мақсат болады, мақсат арқылы
бірінші Линкольн ханым шығады. Ол кісі маған арман деген құндылықты қалай ашатынын айта кетейін. Арман деген Линкольн ханымның ой бойынша ол қиял екен. То есть ол кісі өзі армандамайды екен, то есть ешқашан ойламайды екен, там шетелге барсам ғой деген сияқты, то есть тек қана жоспар қояды екен. Ал менің тарапымнан армандау зиян емес ешқашан. То есть армансыз мақсат жоқ. Мақсат мен үшін арманның арқасында жүреді. Және де қарсы тарап Линкольн ханым маған тағы да бір затты жалқаулық тұрады. То есть сен армандап отқанда сен түнде жатасың, бұлшиып, ой армандап, там НТ-дан 140 алсам ғой, то есть сен дұрыс істемейсің дейді. Бірақ мен үшін промежуток бар. Менің тарапым айтты, то есть А точкасы мен Б точкасы туралы айтты. Промежуток. Ол әркімдер әртүрлі, әркімнің өз уақыты өзі келеді деген сияқты менің тарапым айтты. Және де бізге қарсы тарап не айтады? Z поколение жалқау, олар дым істемейді, еркектер там үйде бала қарайды, әйелдер бүйтеді сөйтіп, олар қалай? Олар жұмыс жасайды деген сияқты, ертең істемейді. Бірақ менің тарапым айтты, әркімнің үй құндылығы әртүрлі деген сияқты. Альфонс болу және де үйдің құндылығы деген әртүрлі зат. Альфонс болу деген ол толықтай әйелінің қаржылық финансына жату, мойнына жату, дым істемеу деген сияқты. Қалай? Үй жағынан, то есть инвалидтігі қалай? Бытовой инвалид болу деген сияқты, ол вообще дым істейді. Ал жақта бала өз бала қарайды. Мүмкін бала жақсы көретін сияқты. Может, жақсы көретін шығар, әркімнің құндылығы бар ғой. Мен оны, то есть менің тарапым оны әркімнің салт дәстүр деген сияқты теңестіретінде. Және бізге қарсы тарап бір коррупция туралы айта кетеді, то есть Қазақстанда жол жөндеу туралы құлаққа там неше түрлі лапша ілетін сияқты тұрады. Бірақ біздің тарап оған қарсылық айтып, то что это тақырыпқа келмейтінде ол басқа әңгіме деген сияқты. Бұл коррупция, ол не емес, арман туралы емес деген сияқты. Біздің тарап не айтты? Түнде армандап, таңертең мақсатпен тұр деген сияқты. Оған ешқандай қарсы көшетін болсақ, бұл кісі жалпы ойын тарап бойынша Линкольн деме бастарда мен айтамын, что армандау өте зиян. Яғни қандай жағынан түсіндірем? Арман ол адам қиял болып қалатынында, және де сол арманды сен қиялында ғана орындамай, оны сен нәтижеге әкеліп соғуың керек деген нәрсені түсіндіргенде, яғни армандай көп армандау ол адамға зиян, және де адам сол нәрседен өзі бір басқа әлемде қалықтап жүргенде, қиялында жүргенде ғана қазіргі әлемді реализация қылып қабылдамайтындығын түсіндіріп беретіндігінде, бұл кісі тұрады маған айтады, типа сенің армансыз сенің жаңағы айтып жатқан нәтиже де болмайды, мақсатың да болмайды. Сонда сен неге армандау зиян дейсің деген нәрсе айтады да. Мен айтамын, және де мен сұрайды, сен армандайсың ба деген секілді. Мен айтамын, мен армандамаймын, жоспарлау бөлек. Ол яғни күнделікті менің болатын циклдарымның нәрселерінің қайталануы, және де мен соны бір жоспарлауым, ол жоспарлау нақты болатын нәрсе да. Армандау ол сен жүресің, мен бүйтсем ғой, бүйтсем екен деген секілді да. И жоспарлаудың өзінің жеке нәтижесі болатындығында. Мен сондай нәрсені айта кетемін, және де бұл кісі айтады, что арманмен жатып мақсатпен тұр дейді, А точкасына менің арманым, Б точкасы менің мақсатым деп, сөйтіп екі арада жүре беретіндігінде, и маған мынандай нәрсені айтады, мен айтқан болатынмын, что армандаудың нәтижесінде жалқаулық пайда болады, бірақ айтады, сен өзің Z поколениесің, сен өзіңді жалқаумын деп тұрсың ба деген нәрсені айтады маған. Мен айтамын, былай қарап тұрсақ, Z поколениесі бізде 2000 жылдар аралығында басталса, бізде Z поколениесіне дейін өзі айтып кеткен IT, интернет бәрін кім жасап беріп отыр? Оның алдындағы поколенияларын жасап беріп отырғанында құрметті үшін. Яғни сәйкесінше біздің поколение жалқау, өйткені бізде бәрі дайын, бізге бәрі қолжетімді. Сонымен қатар осы жағдайда біз тек қана армандаймыз. Яғни мен бүйтсем екен, болашағым мынандай болса екен, бірақ ол нәтижелі бола ма деген сұрақ бізде осындай жағдайда туындайды. Осы тарапынан ол кісіде маған қарсылық болмайды. Яғни ол кісі өзінің көтерген мәселесін мен жауап беретіндігінде ашқан қазанын пісіріп мен қайнатып беремін. Өйткені ол кісі айтады, что вот сен өз поколенияңды өзің жамандап тұрсың деген. Мен неге жамандаймын? Менде как есть айтып тұр, что бізде менде бәрі қолжетімді, маған бәрін алдыңғы менің поколенияларым жасап беріп кетті. Мен неге мен жаңадан не ашамын, мен 16 жасар балам деген секілді да. И келесі нәрседе жалпы қорытындыға келетін болсақ, мынандай нәрседе ойын тарапы бойынша армандау мен үшін ол адамның қиялы болып қалатындығында. Яғни сен сол қиял әлемінде жүресің, өзіңдік бір жеке
өзінің реализм өмірің болады және виртуальный өмірің болады деген секілді. Ал жоспарлау ол мені нақты нәтижеме әкеледі. Мен алдыма бүкіл өзімнің пландарымды жайып, болды, мен өзімді қолға алу керек, мен бүйту керек деген ол бөлек әңгіме, оның нәтижесі болады. Ал аяулым айтып кеткен армандауымда нәтиже болмайды. Рахмет. Все, ура.